İmam Ahmed және ұры. Даңқты ғұлама Имам Ахмед өз заманында көптеген сынақтарға душар болған кісі. Ол уақытта Мутазилиттер билікке келіп, жергілікті сүннит ғалымдарына түрлі қысым көрсетілген еді. Сондай күндердің бірінде Имам Ахмед ибн Хамбалдың алдында екі таңдау болады. Біріншісі жергілікті патшаның көңілін тауып, оны риза етіп, азаптан құтылу. Екіншісі тура жолдан таймай жаратқан Жаббарды риза ету. Әрине иманына берік болған ғалым Аллах тағаланың ризалығын таңдайды. Сонда патша оны зынданға тастап қамауға алады. Түрмеде имаммен бірге бірнеше кісі жатады. Олардың ішінде халық арасында аты шыққан ұры болады. Ол имамды сыртынан жақсы танитын әрі құрметтейтін. Бұған қоса ол имамға сырттан өзіне келген тамақты бөліп беріп отыратын. Әрине зындан болғасын оның да азабы болады. Патшаның бұйрығымен имамның артына күнде дүре соғыла бастайды. Оның жаны қиналғанын көрген ұры имамның жанына жақындап, әрине сіздің жазықсыз екеніңізді білеміз, бірақ сабыр етіңіз. Мені де басында кінәмді мойындату үшін осылай көп қинаған болатын, бірақ мен ештеңе мойындамадым. Сіз болсаңыз ақиқат жолындасыз, ал менің кәсібім ұрлық, яғни адасқан адаммын. Сіз екеуміздің арамыздағы айырмашылық жер мен көктей. Барша азапқа сабырлық танытыңыз, иманыңызға берік болыңыз. Себебі ақиқат жолында адамдар мен секілді адасқан адамдардан қарағанда әлдеқайда сабырлы болу керек емес пе деп имамды жігерлендіргісі келетіндей еді. Имам болса күнде азапталуын жалғастырады. Оның артына әрдайым дүре соққан сайын әлгі ұрының сөзі есіне түсіп, иманына берік болып төзімділік танытады. Арада бір жыл өтеді. Биліктен мутазилиттер кетіп, елде тыныштық орнай бастайды. Имам Ахмед болса кінәсіз деп танылып, түрмеден босатылады. Имам үйіне келіп тынығып жатып, кенет әлгіндегі ұрыны есіне түсіреді де, орнынан тұрып оны іздестіріп, халықтан сұрастыра бастайды. Алайда адамдар оның дүниеден озғанын айтады. Имам болса дереу оның қабіріне барып, ол үшін дұға жасайды. Үйіне келіп жатып тынығып алады. Сол уақытта оның түсіне әлгі ұры кіреді. Ол жәннаттың төрінде шалқып жүреді. Оның жанына имам жақындап, сенің жәннатқа кіруіңе не себеп болды деп сұрайды. Сонда ұры: жаратқан Раббымның мейірімінде шек жоқ қой шіркін. Мен түрмеде сізге ақиқат жолында сабыр етіңіз деп иманға берік болуыңызға себепкер болдым. Сондықтан Аллах тағала мені рахымына бөліп, жәннаттан орын берді дейді. Мұны естіген имам ұйқысынан тұрып, ақиқат жолындағы сабырлық пен төзімділікке жетелейтін амалдың өзі адамды жәннатқа кіргізетініне таңғалып, Раббысына ұзақ уақыт шүкіршілік етумен болған екен. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء